Энергия тазалау барысы қалай жүреді? Энергия тазалау барысында сіздің аура қабаттарыңыз, қуат көздеріңіз, ата тегіңіз және де кармаңыз, жалпы тектен келе жатқан теріс бағдарламалар, қарғыс дуалар болса, осылардың барлығы қаралып тазаланатын болады. Ең алдымен адам клиент жазыласыз, қандай да бір мүмкін сұрағыңыз болар, мәселеңіз болар. Болмаса бір ешкімге менің зияным жоқ, бірақ білмеймін қалай да болса да жолым болмайды дейтіннің барлығы кейде анау түпкі тамырынан тегінен болып жатады. Осы энергия тазалауға сіз келесіз, осылай мен сіздің бүткіл аура қабаттарыңызды қараймын өзіңіздің рұқсатыңызбен. Сол жерде қандай кедергілер бар, мүмкін сущностьтар бар, мүмкін қарғыс дуалар бар, мүмкін теріс бағдарламалар бар. Осылардың барлығын анықтап, қалай көріп тұрмын, соның барлығы сізге аудиозапись түрінде беріледі. Тазалау процесі жүреді. Қалай тазалау процесі болды, соның барлығы туралы ақпарат алатын боласыз. Энергия тазалаудан өткеннен кейін сіздің бойыңызда мүмкін энергия жүреді, уақыттар болады, мүмкін біреуде 28 күн, мүмкін біреуде 60 күн деген сияқты. Оның барлығы тазалаудан кейін сізге беріледі және де одан кейін сіз физикалық тәніңізді қалай тазалау керексіз және де одан басқа да кеңестер берілетін болады.